Bugün Қазақстан boyunca nece yüz yıllarda Қазақстан atı yok et. Қазақстан deseng мәселен осындай қиындықтарға түсіп кетіп еді. Bugün Қазақстан 2-ші жыл болады, қазір егемендігін алып, өз алдынша президентimiz Нұрсұлтан Назарбаев десең, бүкіл жаһанға қазақ атын жайратып, саясаттарға жеткеріп, танытып жүр. Мәселен, мұның өзі бізге бір Алланың артықша берген бір дәулеті болды. Қазір пәлен 100 жылдан бері қазақ атымыз өшкендей болып кеткен еді. Қазір жарқырап, күндей десең дүнияға Қазақстан деп аты аталып тұр. Бүкіл дүния қақсап тұр қазір Қазақстан деп. Яғни бір қарас бар Қазақстанның ішінде отырып елдің қарасы, бір қарас бар сырттағы ағайындардың қарасы. Қазір сыртқы ағайынның қарасынан бүкіл жаһан екі көзін Қазақстан деп тіккен. Бірақ шынында айтсаң, Қазақстанның жерінің асты да бай, үсті да бай. Қазір оған қол жете қойған жоқ. Бұл қол жетуге қандай болады? Халық ағалары істерді орындап, жұмыстарды туралап отқан халық ағаларының жұмысы бұл. Елге десең Қазақстанды Қазақстан бойынша Қазақстан қылып, аң-таң қалғандай қылып, бұның жұмысын жүргізіп, көркейтуі керек бұлардың. Бұл көркейту жаңғыз Нұрекеңмен болмайды. Яғни халық ағаларымен болады, азаматтарымен болады, бір нәрсе білетін жігіттермен болады. Бәрі қуат болып, бірігіп, сенмен деспей, яғни бүгін Нұрекеңді саясының астында Алла берген бағында бұл жұмыстарды шын кеуілмен орындау керек. Қазір қарап отсаң, біздің бабалардың айтқан сөзі бар. Жігіттің дейді өзімен дейді, талассаң талас, бағымен таласпа. Қазір Нұрекең пәлен 100 жыл жоғалып кеткен қазақ атының үстіне президент болып, бірінші президент болып тұрғаны, бұл тарихта мұның орны бөлек. Ешкім бұл тарихқа, бұл орынға таласа алмайды, келешекте де таласа алмайды. Бірақ оны айтып болмайды. Мәселен, президенттер келу керек, мемлекеттерді, яғни өмірді сүргесін, адамды өмір түгесіледі. Бірақ бұл кісінің орны бөлек болып тұрады. Тарих бойынша бірінші президент, яғни азаматтығын, егемендігін алғандағы бірінші президент қазір біздің Нұрекең болып тұр. Бұны Нұрекеңді мен сыйлап, Нұрекең мені бір тартып мен мақтап отқаным емес. Ақиқатында шынында Нұрекеңнің ақысы бар бүгін біздің мақтауға. Нұрекеңнің ақысы бұл десең, яғни егемендікті Алла біздің Нұрекеңнің дәуренінде берді. Бұл деген бұл нихаятсыз, яғни түпсіз бір ұлық неғмат, бұл кісінің бір Алланың артықша берген пақты. Бұл пақтына біз яғни ұзақ өмір тілейміз, өзіне Алладан артықша бір не тілейміз, өмір тілейміз. Осы біздің мемлекетімізге, жігіттерге бас болып бүгін жұмысты орындап, осы жұмыстарды алға бастырып тұрса, Қазақстанды Қазақстан бойынша бір жаңа Қазақстан, таза Қазақстан, бір жарқыраған Қазақстан қылса деп күні-түн тілейміз. Соқырдың тілегенін екі көз деп ағайын. Біздің тілегеніміз Қазақстанның көркеюі, көгеруі, көктеуі, мақсатына жетуі. Сосын мәселен мынау тұрған Нұрекең Алланың берген бағында жан-жаққа қазақ атты тарқатып, шауып жүр пақыр. Сосын бұл Нұрекеңнің жолының үстінде ағаш, кербіш, тас, мәселен кесек жатса ысырып, бұл кісінің жолын ашып, Алланың берген баг атына мініп тұрғанда атын желдіртсін, шапсын, мінсін, әбден армансыз болсын, яғни істесін. Азаматтар, елдер, Нұрекеңді мақтап, бұл партияны жамандап отыр деп теулеріңе келмесін. Мен Нұрекең хақлы болғасын мақтап отырмын. Болмаса Нұрекеңді былтырғы жыл келіп, 45 күн күтіп жатқанда бір зияраттасып, бірінші құрылтайына құтты болсын айтайын дегенде мен айта алмай кеттім. Сонда да мен ақлы болғасын мақтап отырмын. Мен қайсы бір тарту көріп мақтап отқаным емес. Бұл кісінің ақысы бар мақтауға. Халық, ағайын, миллет, осы қазақтың жанған отын әбден жарқыратыңдар, басқа әңгімені қойыңдар. Ала көздік партиябаздықтың керегі жоқ, бауырларым. Сендерге айтқаным, Алла сүймейді бұл нәрселерді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, хуббул ватан минал иман дейді. Отанды сүю иманнан дейді. Отанды сүймеген адам, онда иман жоқ. Ой, патша кәпір пәлен бәштігін оның жаңа заңын орындамау керек деген сияқты әңгімелерді айтады. Я аyyuhallazina amanu ватиуллаха ватиур расулу лил амру минкум дейді Құдай тағала Құран-ы Кәрімде. Иман келтірген адамдар, сендер Аллаға бағыныңдар. Аллаға бағынсаңдар, Алланың пайғамбарына бағыныңдар. Егер пайғамбарға бағынсаңдар, онда сендер өздерің патшаларына бағыныңдар. Ас-султану зиллаллах,
Faman akramahu akramahu Allahu wa man ahanahu ahanahu Allah deydi. Патшалар Құдайдың жердегі көлеңкесі дейді. Пайғамбарымыз айтады. Кім оны қорласа дейді, ол адамды Құдай қорлайды дейді. Кім оны құрметтесе, ол адамды Құдай құрметтейді дейді. Патшаларды ешкім қорлай алмайды. Оның милициясы бар, КМБ-сі бар, прокуратурасы бар. Бірақ сыртынан өсек айтады, жамандайды. Міне сол жамандағанның себебінен сондай адам баласының ұрпағы ақымақ жынды болады, сөйтіп барады, тоз-тозы быт шығады. Міне біздің талай замандарда осындай патшаларға бейәдептік жасаймыз деп басқа қонған бағынан айырылған. Ең соңғысы Абылай хан тастап кетіп, ақыраяның нәтижеде 300 жыл орыстың боданында болды. Алла деп енді зорлық өлдік қалдық дегенде Құдай егемендікті берді. Шам уақытында, ауыз ашатын уақытында қандай дұға болса да елімізге, бала шағаларымызға емес, елімізге, топырағымызға, президентімізге жасаңыздар. Бұл дұғаларыңыз міндетті түрде қабыл болады. Кемедегінің жаны бірдей. Еліміз аман болса, патшамыз аман болса, бәріміз де аман боламыз. Елде барда ерніңе тиер дейді халқымыз. Ел аман, елдің іргесі аман болса, бәріміз де аман боламыз. Аштан өліп, көштен қалып жатқан ешкімде жоқ. Әулиелер айтқан бір дұғам қабыл болса, бала шағама емес, өзіме емес, патшамызға жасар едім деген.